Армысыңдар құрметті көрермен, сіздермен бірге Асем және өмір құпиясы арнасында жаңа авторлық әңгіме. Жамбасқа салып лақтыру. Басы асфальтқа тарс ете қалды. Дыбысы қарбыз жарылғандай шықты. Ол тіпті дыбыс шығарған жоқ. Тек жата берді. Құлағынан қан ақты. Жедел жәрдеммен тәртіп сақшыларын шақырдық. Бақтияр ауруханада 3 күн жатып көз жұмды. Миы ісінуі. Сотта қорғаушы бұл амалсыз қорғаныс екенін дәлелдеуге тырысты. Куәгерлер оның қарындасыма тиіскенін растады. Бірақ айыптаушы тарап Бақтиярдың ескі таныстарын тауып алыпты. Ол жай ғана қызбен сөйлесіп тұрған, ал мынау жүгіріп келіп бас салды деп өтірік айтты. Төреші айыптаушыға сенді. Өз қанымды зорлықшыдан қорғағаным үшін 8 жыл арқаладым. Мені түрме көлігіне отырғызғанда айдауылдар бір-біріне қарап жымыңдасты. Бір жас сарбаз үлкеннен: "Шынымен осыны еркектер аймағына жібере ме?" деп сұрады. Үлкені басын изеп: "Әйелдер түрмесі лық толы. Оның үстіне бұның ісі ерекше. Қорғаныс шегінен шығып адам өлтірген. Қауіпті деп танылды" деді. Көлік ішінде менен бөлек 4 еркек болды. Үшеуі еденге қарап отырды. Ал мойнына өрмекшінің суретін салған қарт қылмыскер маған мұқият қарап тұрып басын шайқады. "Қалқам, сен межел жерге дейін тірі жетпейсің. Ол жерде сені 1 аптаның ішінде бөлшектеп тастайды. Бағың жанса, тез өлесің" деді. Мен оған ештеңе демедім. Тек терезеден өтіп бара жатқан Құмысқала шаһарына, енді қайтып оралмайтын өміріме қарап отырдым. Ішімнен тек: егер біреу мені бөлшектегісі келсе, алдымен солардың жақ сүйектерін үгітемін деп түйдім. Мен 6 жыл бойы өзімді қорғауды үйрендім. Соның қаншалықты нәтиже беретін тексеретін сәт келді. Темір қақпа 100 жыл бойы майланбағандай ғажайып бір шиқылмен ашылды. Кіреберісте бояуы оңған 7-ші түзеу мекемесі, ерекше тәртіп, мұнарлы аймағы, 1987 жыл деген жазу тұрды. Көлік аулаға баяу кірді. Торланған терезеден тұтқындардың қалай сілтідей тынғанын, бір-біріне қалай қарап мені нұсқап жатқанын көрдім. Хабар біз жеткенше-ақ тарап кетті. Еркектер түрмесіне әйел келді. Осы мекеменің тарихында алғаш рет. Мені ең соңында түсірді. Айдауылдар мені бір лаңкес сияқты автоматтармен қоршап алды. Екеуі қолтығымнан демеп, алаң арқылы алып жүрді. Әкімшілік ғимаратқа дейінгі 150 метр. Жүздеген еркектің көз алдында өткен 150 метр. Біреулер ысқырып, біреулер ерсі сөздер айтты. Ал көбісі үнсіз ғана бағалап, іштей есептеп тұрды. Басшының бөлмесінде темекі мен тердің иісі қолқан атырды. Мұндағы бастық Асқар жасы 50-лердегі, жүзі қатулы, көздері шашшаңқ адам екен. Ол менің ісімді ұзақ барақтап, бір маған, бір қағаздарға қарап, соңында ауыр күрсінді. "Сонымен қарындасым, үлкен бәлеге тап болыпсың. Сені неге мұнда жіберген білесің бе? Әйелдер мекемесі толғандықтан емес, орын табылатын еді. Сенің ісің тым шулы болды." Ол Бақтиярды бүкіл Құмысқала білетін, оның таныстары көп еді. Солардың бірі саған ерекше тәртіп көрсетіп, басқаларға сабақ болсын деп шешкен. Түсініп тұрсың ба? Мен басымды изедім. Бәрінде түсініп тұрмын. Әділетсіз заңды өз қолына алғандардың күні не болатын көрсету үшін мені тірі нысана етіп жіберген. Бастық орнынан тұрып, терезеге жақындады. Терезенің арғы жағында түрме ауласы, жатақтар мен қарауыл мұнаралар көрінеді. Ол маған бұрылмастан сөйледі. "Саған мұнда қиын болады. Мұнда 300 еркек отыр. Кісі өлтірушілер, зорлықшылар, қарақшылар. Көбінің жазасы 20 жылдан асады. Жоғалтатын ештеңесі жоқ. Ал сен олар үшін Тәңірдің сыйындайсың. Қолымнан келгенше қорғауға тырысамын. Бөлек бөлме бере алмаймын. Заң рұқсат етпейді. Бірақ қарауылдар қадағалап тұрады. Бірдеңе болса айғайла. Бірақ үлдере ме жоқ па, оны Алла біледі." "Сіз мені қорқытып тұрсыз ба, мырза?" деп сұрадым. Ол бұрылды. Көзінен аяушылыққа ұқсас бір сезім байқалды. "Жоқ", деді ол. "Мен ескертіп тұрмын. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Ары қарай бәрі бұлдырап кетті. Маған өлікке қарағандай қараған дәрігердің тексеруі,
түрме киімін алу, төсек орын. Мен бұл тозақта аман қалуым керек еді. Нәпсімді тыйып, дұғамды түгендеп, мына қасқырлардың арасында өзімнің де азуым барын көрсетуім қажет. Нөмір иелендім. Мен енді 347 болдым. Маған алюминий тостаған, қасық, саптаяқ, тұтқынның бар мүлкін ұстатты. Міне ауламен келе жатырмын. Қасында Айдауыл Берік, ескі қызметкер. Ол ақырын ғана. Жан-жағына қарама, түзу жүр, қорқынышымды сездірме. Олар қорқыныштың иісін акулалар қанды сезгендей сезеді. Алғашқы уақыт ең ауыры. 1 апта шыдасаң, әрі қарай жеңілдейді деді. 5-ші жатақ қарапайым ескі ғимарат екен. Ұзын, аласа, терезелері кішкентай. Ішінде қабырға бойымен 2 қабатты ағаш сөрелер, ортада үстелдер мен орындықтар. Бұрышта темір пеш және есік ашылғанда бәрі бірдей маған бұрылған 40 еркек тұр. Берік дауыстап: «Тансық қойындар, жаңадан келген Айбарша. 8 жыл арқалаған, 107 бап. Сендермен бірге болады. Бастықтар оған тиіспеуді бұйырды. Кім соқтығады, оқшаулағышқа қамалып, туыстарымен кездесуден айырылады. Бәрі түсінікті ме?» деді. Іштей тыныштық орнағаны сондай. Терезеге соғылған шыбынның дауысы естіліп тұрды. Содан кейін ішкері жақтан біреу күліп жіберді. Артынша тағы бірі қосылды. Берік маған соңғы рет қарап, басын шайқады да шығып кетті. Есік темірдің тарс еткен дыбысымен жабылды. Мен жалғыз қалдым. 40 еркекке қарсы бір өзім. 3 секундтық мүлгіген тыныштық. Содан соң біреу ысқырды. Тағы бірі: «Ей ару, бері кел, танысайық», деп айғайлады. Солай бәрі ду ете қалды. Олар орындарынан тұрып, маған жақындай бастады. Қоршау тарылып барады. Мен есікке арқамды беріп тұрмын. Демімді тең ұстауға тырыстым. 6 жыл бойы жаттықтырушым Болат маған бір ғана басты ережені үйреткен: үрейге бой алдырма. Үрей кез келген жаудан бетер тез өлтіреді. Жағдайды бағала, шыға жолды ізде, сәтті күт. Маған бәрінен бұрын жасы 25-тердегі, бетінде тыртығы бар жас жігіт жақындады. Ол бетімді ұстамақ болып қолын созды. «Ал еркем», дейді ол. «Атың кім еді? Айбаша ма? Қазір біз саған мұндағы тәртіпті көрсетеміз. Бұл сенің күміс қалан емес, бұл абақты. Мұнда біздің заң жүреді». Мен оның қолын шапшаң, бірақ майсалды түрде қағып жібердім де көзіне тік қарап: «Қолың сау кезінде тарт», дедім. Ол аңтарып қалды да, қарқылдап күліп өзгелерге бұрылды. «Естідіңдер ме? Ол маған сес көрсетіп тұр. Мына қыз сес көрсетіп тұр». Сол сәтте жатақтың түкпірінен нық дауыс шықты: «Тоқтаңдар, бәрінде, қазір». Топ етіге жарылды. Төргі бұрыштан жас 60-тардағы бір еркек көтерілді. Арық, сіңірлі, шашы аппақ қудай. Бірақ оның қимылында жастардың өзін ықтыратын бір күш бар еді. Саусақтарында таңбалар, мойнында 8 қырлы жұлдыз, бұл оның ортадағы беделін, төре екенін білдіретін белгілер. Ол маған асықпай жақындап, көз алмай қарап, 1 метрде жерде тоқтады. Мен иығымды тік ұстап, жасқанбай көзіне қарадым. Жаттықтырушым: «Әлсіздік танытсаң жеп қояды. Өлімнен қорқсаң да көзіне тік қара», дейтін. «Менің есімім Ерсайын», деді ол. «Мұндағы сөз ұстайтын менмін. Бұл не деген сөз, түсінесің бе?» Мен басымды изедім. Күмісқаланың шеткері аудандарында мұндай ережелерді естіп өскенбіз. Төренің сөзі заң. Ол мені айнала жүріп сынап шықты. Сосын: «Не үшін отырсың?» деп сұрады. Мен Бақтияр туралы, қарындасын туралы, үкім туралы қысқаша айтып бердім. Ол сөзімді бөлмей тыңдады. Аяқтаған кезде басын изеп: «Ісің дұрыс екен. Қарындасынды қорғапсың. Бұл нағыз адамдық. Бірақ сені мұнда жібергендері арсыздық. Сені сындырмақ болған екен», деді. Сосын жатаққа бұрылып, дауыстап жариялады: «Бәрін тыңдаңдар. Мына қыз дұрыс іспен отыр, өз қанын қорғаған. Біздің жолымызда мұндай іске құрметпен қарайды. Сондықтан оған 7 күн мұрсат беремін. 7 күн бойы ешкім тиіспесін, бойын үйретсін. 1 аптадан соң не істейтінімізді көреміз. Бәріне түсінікті ме?» Наразылық білдірген күңкіл шықты.
Ерсайын ақырып жіберді. Түсінікті ме дедім. Бәрі жабылып. Иә, Ерсайын, түсінікті деді. Ол маған бұрылып, керезе жанындағы үстіңгі сөре сенікі болады. Төсек орнымды тумбочкадан табасың. Қолыңнан келсе ұйықта. Ал бір аптадан соң не болатынын білмеймін, қалқам. Бәлкім сені қорғап қалармын. Бәлкім жоқ. Өзіңді қалай ұстайтынына қараймыз, деді. Мен сөреме барып төсегімді жайдым да жоғары шықтым. Төбеде ауа тар әрі тер иісі мүңкіп тұр. Жарықты ешқашан өшірмейді екен. Күңгірт шам күні түні жанып тұрады. Шалқалап жатып, ыс тиген төбеге қарадым. Төменде тұтқындар сыбырласып, менімен не істейтіндерін тақылап жатты. Мен сол түні көз ілген жоқпын. Әрбір сыбдыр қауіп болып көрінді. Басында өзім білетін барлық әдістерді, лақтыруларды, буындыру тәсілдерін қайталап шықтым. 40 адамға қарсы бұл теңізге тамған тамшыда екенін білдім. Бірақ басқа жолым болмады. Таң ата төменде біреу. Қанша уақыт шыдайды екен? Бір апта ма, әлде бір күн бе деді. Басқасы. Бір аптаға жетпей өзі келіп жалынады. Бәсінді тігемін деп жауап берді. Үшіншісі қарқылдап күліп. Мен 2 үлес тамағымды тігемін. Ол аптаның соңына дейін тірі қалмайды деді. Олар менің өмірімді, тәнімді, өлімімді бәске тігіп жатты. Ал мен болсам, олардың кіммен істес болғанын әлі білмейтінін ойлап жаттым. Олар менің салмағы 1 центнерден асатын еркектермен 6 жыл бойы боз кілемде алысқанымды білмейді. Менің самбодан 2-ші дәрежем барын олар әлі сезген жоқ. Я Алла, маған күш бер. Ниетімді түзу ет. Бұл күрес енді басталды. Бұл жағдайда тағы не істеу керек деп ойлайсыз? Менің кейіпкерімнің келесі қадамы қандай болмақ? Олар менің ашуланғанда қаншалықты қатерлі болатынымды білмейді. Бір аптадан соң олар мұны түсінеді, бәрі білетін болады. 3 күн бойы жағдай өте шиеленісті болды. Мен тігін шеберханасында жұмыс істеп, өзге аймақтар үшін арнайы киімдер тіктім. Қолдарым автоматты түрде қимылдап, матаны ине астына беріп жатты. Бірақ ойым бір сәтте де тоқтаған жоқ. Мен адамдардың жүздерін, кімнің қалай қарайтынын, кімнің не айтатынын жаттап алдым. Ондағы сатылы жүйені зерттедім. Кімнің басшы, кімнің жай ғана қосшы, ал кімнің еш қауқары жоқ тобыр екенін түсіндім. Ерсайын сөзінде тұрды. Оның адам бәрі қасыма ешкімнің жақындамауын қадағалап жүрді. Бірақ кейбіреулердің тағаты таусылып, бұрыш-бұрышта сыбырласып жүргенін байқадым. Әсіресе жастардың шыдамы шегіне жетті. Олар үшін бедел де, қалыптасқан ереже де маңызды емес еді. Оларға өздерінің еркек екенін дәлелдеу керек болды. Ал мен олардың намысына тиетін сын сияқты көріндім. 3-ші күні айдауыл берік. 15 минуттан соң келемін, тәртіп сақтаңдар, деді де темекі шегуге шығып кетті. Есік жабылып үлгерместен менің тігін мәшемнің қасына 3 адам жақындап келді. Созылыңқы жүзі мен үшкір тістеріне қарап, оны Сайқал деп атайтын. Жанында ширақ, кішкентай пысық және кішкентай көздері бар дәуди Дархан тұрды. Олар менің жолымды бөгеп, жарты шеңбер жасап қоршап алды. Цехтағы басқалар жұмыс істеп жатқандай кейіп танытқанмен, бәрі де құлақ түріп, көз қиығымен бізге қарап отырды. Сайқал мысқылдап: "Тыңда, Ару, күтуден жалықтық. Ерсайын бір апта деді. Бірақ біз төзімсіз жандармыз. Қазір жақынырақ танысқымыз келіп тұр. Солай ма?" деді. Пысық пен Дархан қарқылдап күлді. Дархан маған қарай қолын созды. Мен орындықты ысырып тастап орнынан тұрдым. Қолдарым 2 жанымда, аяқтарымды алшақ қойдым. Бұл самбоның негізгі тұрысы. Олар бастапқыда ештеңе түсінбеді. Сайқал әлі де күліп тұрып: Сен не, төбелескің келіп тұр ма? Қазір біз сені", деп сөзін аяқтай алмай қалды. Өйткені мен қимылдап үлгердім. 6 жыл бойы қаныма сіңген қимылдар өздігінен іске қосылды. Сайқал бәрінен жақын тұрған еді. Мен оған қарай қадам жасап, жеңінен шап беріп ұстадым да, 1000 мәрте қайталанған жамбасқа салу әдісін жасадым. Ол ауада ұшып барып, бетон еденде көрсете қалды. Дыбысы өте жағымсыз шықты. Пысық мені артынан ұстап алмақ болды. Қателік. Мен еңкейіп, оның құшағынан сытылып шықтым да, шынтағыммен дәл өңешінің астынан ұрдым. Ол бүктеліп қалды. Сосын аяғынан шалып жібердім. Ол Сайқалдың қасына сұлап түсті.
Дархан ақыры не болғанын түсініп, ақырған күйі маған қарай танк сияқты лап қойды. Дінілі қарсыласқа қарсы ешқашан бетпе-бет баруға болмайды. Бұл самбодағы ең бірінші қағида. Оның өз салмағын өзіне қарсы қолдан. Мен шетке қарай ығыстым, ол мүлт кетті. Сол сәтте бұрылып, оның қолын ұстап алып, ауырту әдісін жасадым. Қырт еттен дыбыс шықты. Ол бақырып жіберді. Мен қысымды күшейттім. Қолы табиғи емес қалыпта қайырылып кетті. Ол тізерлеп құлады. Цех іші сүттей үйіп, тып-тыныш болып қалды. Мен ауыр тыныстап, 3 дененің үстінде тұрдым. Қолдарым қорқыныштан емес, бойымдағы күш-қуаттың адреналин тасуынан дірілдеп тұрды. Сайқал қабырғасын ұстап сырылдап жатыр. Пысық қимылсыз қалды. Дархан болса, сынған қолын кеудесіне басып, жылап отырды. Басқа тұтқындар маған қарап қалған. Олардың көзінен жаңа бір нәрсені көрдім. Ол нәпсі де, жек көрушілік те емес. Ол қорқыныш пен құрмет еді. Есік ашылып, берік қолындағы сойылын дайындап жүгіріп кірді. Болған жағдайды көріп, сілейіп тұрып қалды. «Мұнда не болды?» деді ол. Мен үндемедім. Сайқал бірдеңе айтпақ болып еді, бірақ аузынан қан кетіп, жөтеліп қалды. Сол кезде терезе жанында отырған қарт тұтқын Мұхтар сөйледі. «Мырза Айдауыл, бұлардың өздері жабылды, үшеулеп бас салды. Ал қыз тек қорғанды. Бәріміз көрдік, бұлар бірінші бастады» деді. Беріп маған, сосын еденде жатқан үшеуіне, сосын қалғандарына қарады. Бәрі үнсіз басын изеп растады. Тіпті Сайқалмен дос болғандарда үндемеді. Өйткені түрмеде өз заңы бар. Өзің соқтықтың ба, өзің кінәлісің. Дәрігер шақырылып, қолы сынған Дархан мен миы шайқалған пысықты алып кетті. Сайқалдың қабырғаларын таңды. Мені майор Асқар тергеді. Мен шындықты айттым. Олар тап берді, мен қорғандым. Куәгерлер де мұны растады. Майор қағаздарға ұзақ қарап тұрып, «Жолың болды Айбаша. Егер олар басқаша айтқанда, сені оқшаулағышқа қамар едім. Ресми түрде сенікі дұрыс. Бірақ бұдан былай істеме. Келесі жолы сенбеймін» деді. Кешкісін жатаққа оралғанымда бәрі де естіп қойыпты. Хабар лезде тараған. Бір қыз үшеуін сылатыпты. Бірінің қолын сындырып, бірін естен тандырып, үшіншісінің қабырғасын үгітіпті. Ерсайын өз сөресіне отырып, маған ұзақ қарады. Сосын баяу басын изеп, жаныма келді де, сіңірлі қолын иығыма қойды. «Сен құрметке лайық екенсің қалқам. Ісіңмен дәлелдедің. Енді сен мұнда жай ғана әйел емессің. Сен жауынгерсің. Ал жауынгерге деген көзқарас мүлдем басқа болады» деді. Ол жатаққа бұрылып, нық дауыспен: «Бүгіннен бастап Айбаша төрелердің қорғауында. Кім оған тиіссе, менімен істес болады» деп жариялады. «Бәрі түсінікті» деп жамырады көпшілік. «Түсінікті Ерсайын аға. Мен өз сөреме жаттым. 3 күннен бері алғаш рет денемді бос ұстадым. Денем ауырсынып, саусақтарым сыздап тұрса да, ішімде бір тыныштық орнады. Мен төтеп бердім. Мен өзімнің құрбан емес екенімді көрсеттім. Алғашқы сынақтан өттім, бірақ бұл тек бастамасы екенін білемін. Алда әлі 7 жыл 9 ай бар. Бұл тек 3-ші күн еді. Арада 2 күн өткен соң Ерсайын жиын өткізді. Бұл кешкі үй қалдында болды. Айдауылдар, егер айғай-шу немесе төбелес болмаса, түнде жатаққа кірмейтін. Олар тұтқындардың өз тәртібі барын білетін. Бір-бірін өлтіріп жатпаса, тәртіп сақшылары араласпайды. Ерсайын үстел басында отырды. Қасында оның жақын адамдары. Қарақшылық үшін сотталған дәуди ғалым, ақша жымқырған үшін отырған білімді Салиқа және тағы 3 кәнігі ұры тұрды. Қарсы алдында басқа жатақтардың өкілдері, 15 шақты беделді адамдар жиналды. Олар түрмеде не істеуге болады, не істеуге болмайды дегенді шешетіндер еді. Айтыңызшы, Айбашаның бұл жиындағы рөлі қандай болмақ деп ойлайсыз? Оның тағдыры енді қалай өзгеруі мүмкін? Мені қабырға тұсындағы орындыққа отырғызып, «Отыр, тыңда, үндеме» деді. Мен отырдым, тыңдадым, үндемедім. Ерсайын сөз бастады. «Ағайындар, сендерді маңызды іспен жинадым. Бәрінде Айбашаны білесіңдер. Оны бізге тәртіп сақшылары әдейі тастады. 3 күн бұрын ол біздің 3 адамды сұлатып салды. Біздің қағидамыз бойынша дұрыс істеді. Олар бірінші соқтықты. Бұл болса қорғанды.
куәгерлер бар. Біздің жолымызбен қарасақ, оның ары таза. Бұрыштан екінші жатақтың төресі Сарсай дауыс шығарды. Ерсайын, не деп отырсың? Ол әйел заты. Оған біздің қағидаларымыз қалай жүреді? Оны мұнда бір күшік сияқты тастай салды. Әйелдерге тән ережемен жүрсін. Ерсайын оған мұздай суық қарады. Сарсай, есімнен адастың ба? Қандай әйел ережесі? Ол өз қарындасын зорлықшыдан қорғағаны үшін отыр. Кәмелетке толмаған қызға соқпыққан еркектің түбіне жетті. Бұл нағыз ерлік іс. Қай жолмен қарасан да бұл дұрыс. Ал оның еркектер аймағына түскені сақшылардың озбырлығы. Біз сонда солардың озбырлығын қолдаймыз ба? Гу-гу басталды. Бірі басын изеп келісті, бірі басын шайқады. Сарсай берілмеді. Мейлі, ісі дұрыс делік. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе оның әйелдігінде. Түрмедегі әйел не қызметші, не ортақ мүлік болады. Үшінші жол жоқ. Егер біз оны қорғауымыз қалсақ, басқалар не дейді? Бізді қатындармен әлек болу жүр деп күлмей ме? Сол сәтте данышпан орнынан тұрды. Ол көзілдірік таққан, ақша жымқырғаны үшін сотталған ескі оқымысты еді. Бірақ ақылы мен парасаты үшін бәрі оны сыйлайтын. Ол былай деді. Сарсай, сөйлемес бұрын ойлансаңшы. Бұл қыз жай ғана әйел емес. Ол жауынгер. Үшеуін жиі жастандырды. Бірінің қолын үгітті. Сенің өзің дарханды құлатып көші. Оның салмағы 2 центнер. Ал мынау оны бір сәтте сұлатты. Демек, ол әйелдік емес. Нағыз ерлерге тән құрметке лайық. Тағы да шу басталды. Мен тапжылмай отырмын. Дәл қазір тағдырым шешіліп жатқанын түсіндім. Егер Ерсайын мені қорғап қалса, мүмкіндігім бар. Әйтпесе бәрі бітеді. Ерсайын үстелді жұдырығымен ұрды. Тыныш, шешімді тыңдаңдар. Бірінші жатақтың төресі ретінде жариялаймын. Айбаша біздің қорғауымызда болады. Кім оған қол тигізсе, сол арамза деп танылып, ең ауыр жазамен жазаланады. Кім қарсы? Қазір айтыңдар, кейін сөз болмасын. Сарсай орнынан тұрып. Мен қарсымын. Бұл бассыздық. Ол әйел. Орны да әйелдерше болуы керек. Ерсайын, сен қартайып жүрегің жұмсарып кетіпті. Бұрын бұған жол бермес едің деді. Ерсайын асықпай тұрып, Сарсайдың қасына келді. Екеуі бетпе-бет тұрды. Ерсайын арық кәрі болса да, көздерінен мұздай суық сезілді. Ол ақырын ғана. Сарсай, сен мені кәрі дедің бе? Маған қарсы келмексің бе? Сен әлі бесікте жатқанда, мен 40 жыл бойы түрме табалдырғын тоздырғамын. Маған не дұрыс, не бұрыс екенін үйретпе. Сарсай сескеніп қалды, көзін тайдырып. Ерсайын аға, ренжітейін дегенім жоқ. Тек барын айтып тұрмын ғой, деп міңгірледі. Ерсайын нық сөйледі. Барын мен айтамын, сен тыңдайсың. Тағы кім қарсы? Бәрі үнсіз қалды. Ерсайын нағыз аңыз адам еді. Оның сөзі заң. Онымен таласу беделінді жоғалтумен тең. Ендеше шешім шықты, деді Ерсайын. Айбаша қорғауда. Барлық жатақтарға жеткізіңдер. Кім құлақ аспаса, алдыма келеді. Онда сөз қысқа болады. Жиын тарқады. Төрелер қабақтары түйіліп шығып кетті. Мен отырып қалдым. Ерсайын жаныма келіп ақырын ғана. Тыңда қас шалқам. Мен сені қорғадым. Бірақ бұл босаңсу керек дегенді білдірмейді. Қорғаныс бұл тас қамал емес. Бұл жай ғана уақыт беру. Мұнда көбі сені әйел болғаның үшін, күшті болғаның үшін жек көреді. Әрқашан сақ бол. Мен басымды изедім. Алла разы болсын. Рахмет дедім. Ерсайын мысқылдап күлді. Оқасы жоқ. Мен мұныны жақсылығынан істеп жатқан жоқпын. Тек сақшылардың озбырлығын жек көремін. Олар сені сындыру үшін осында тастады. Ал мен оларға мұндай қуаныш сыйламаймын. Солай. Ол шығып кетті. Мен сөреме шығып көзімді жұмдым. Бір аптадан соң алғаш рет еркін тыныс алғандай болдым. Бірақ Ерсайынның сөзі дұрыс еді. Бұл нәзік бітімгершілік қана. Ол кез келген сәтте бұзылуы мүмкін. Алда әлі 7 жыл 10 ай бар. Жаулар жойылған жоқ. Олар тек тасада отыр.
Олар ер сайын үлгермейтіндей етіп, соққы беру үшін оңтайлы сәтті күтіп жүр. Айбашаның бұл қауіпті ортадағы келесі қадамы қандай болуы керек деп ойлайсыз? Мен бұрынғыдан да жылдам, мықты әрі ақылды болуым керек еді. Түрмедегі алғашқы айым аяқталып қалды. Мен тірі қалдым. Бірақ бұл тек алғы сөз ғана болатын. Нағыз соғыс әлі алда еді. Түрмедегі ең қорқынышты нәрсе не екенін білесіз бе? Аштық та, суық та, соққы да емес. Ең қорқыныштысы белгісіздік. Ұйқыға жапқанда таңертең оянар-оянбасыңды білмейсің. Алдыңа келген ботқаны ашқанда ішінде арпадан басқа не барын білмейсің. Жуындыға барғанда ол жерден тірі шыға-шықпасыңды білмейсің. Алғашқы ай салыстырмалы түрде тыныш өтті. Ерсайын сөзінде тұрды. Оның адамдары қадағалап жүрді. Бірақ 3-ші аптада бәрі басталды. Алдымен ұсақ түйеттен көрінді. Отқа салынған тостағанымның ішінен шыны сынығы шықты. Кездейсоқ байқап қалдым, жарыққа шағылысып кетті. Бәрін төгіп тастап аш қалдым. Оны кімнің салғанын ешкім мойындамады. Ерсайын тексеріс жүргізгенімен нәтиже болмады. Арада 3 күн өткен соң тағы бір қастандық жасалды. Мен шеберханадан жатаққа бара жатқамын. Әдеттегідей аула арқылы өтетін 100 метрлік жол. Кенет артынан біреу итеріп жіберді. Құлап қалдым. Басымның қасынан кірпіш ызыңдап өте шықты. Егер құламағанымда дәл желкеме тиер еді. Артыма бұрылдым. Ешкім жоқ. Айналадағылардың бәрі ештеңе көрмегендей, естімегендей тиіп танытты. Ерсайым қаһарына мініп, барлық төрелерді жинап сот құрды. Айбаршаға кім қол жұмсамақ болды? Өздерің шығыңдар, жеңіл болады, деді. Бәрі үнсіз қалды. Сонда ол, келесі жолы кім әрекет қылса, оны бүкіл аймақ болып жазалаймыз. Ең ауыр жазамен арын таптап, ең төменгі топқа қораз қосамыз, деп жариялады. Бұл 1 аптаға ғана көмектесті. Тура 1 апта. Содан кейін ең ауыр 3-ші қастандық болды. Мен жуынатын бөлмеге бет алдым. Әйелдерге арналған бөлек орын жоқ. Сондықтан маған бөлек уақыт бөлініп, жалпы орында жуынатынмын. Берік есік алдында тұрып, ешкімді жібермейтін. Мен ішке кіріп жуына бастадым. Су жылы, жұмшақ. Судың қысымы төмен болса да, жұмыс күннен кейін бұл мен үшін үлкен бақыт еді. Берік бір жаққа кетіп қалды. Оның есік алдында біреумен сөйлескенін естідім. Кейін тыныштық орнады. Тым ұзаққа созылған тыныштық. Мен суды өшіріп құлақ бүрдім. Аяқ дыбыстары. Бірнеше адам ақырын ұрланып басып келе жатыр. Олар 4 екен. Жастары 25-тер шамасында. 3-ші жатақтың адамдары. Оларды жақсы танымайтынмын. Бірақ көздеріне сөйлесуге келмегендерін түсіндім. Екеуінің қолында темірден жасалған, қолдан жасалған өткір пышақтар. 3-шісінде шынжыр, 4-шісінде жез жұдырық, кастет. Басшысы. Кешір қарындас, жеке өштігіміз жоқ. Сенің көзімді жоюға тапсыр салдық. Жақсы төледі. Бас тартуға болмайды, түсінесің ғой. Бұл іс, бизнес, деді. Мен ешбір қарусыз, сулы күйде жалаңаш тұрмын. Олар 4, бәрі қаруланған. Мүмкіндік жоқ. Бірақ шегінерге жер де жоқ. Артында қабырға, алдымда ажал. Қолдарымды баяу көтеріп, келсейік, сендерге қанша төледі? Мен одан көп беремін, дедім. Олар қаршылдап күліп жіберді. Басшысы. Ей қыз, қалжыңдап тұрсың ба? Немен төлейсің? Тіпті үстіндегі киімің де өзіңдік емес қой. Уақытты созба, бәрі тез болады, деді. Ол алға қадам жасап, пышағын сермеген сәтте мен де қимылдадым. Еденім су болғаны маған пайда келді. Мен шетке қарай тайып кеттім. Ол мүлт кетті. Пышақ ұстаған қолынан шап беріп, өзіме қарай жұлқып қалдым. Ол тепе-теңдігін жоғалтты. Мен оның аяғынан шалып жібердім. Ол басымен кафельге соғылып сұлап түсті. Пышағы қолынан ұшып кетті. Шынжыр ұстаған екіншісі сілтеп қалды. Мен шынжырды ауада іліп алып, қатты тартып қалдым. Ол мұндайды күтпеген еді. Алға қарай ұшып келді. Дәл бетінен тіземен соқтым. Қырт еткен дыбыс шықты. Қан шашырады. Ол есеңгіреп қалды.
Үшінші мен төртіншісі жағдайдың қиын екенін түсініп бірдей тап берді. Сол жақтан жез жұдырық, оң жақтан пышақ. Тар жердегі қарулы екі қарсылас — бұл классикалық жағдай. Самбода мұндай кезге арналған әдістер бар. Мен еңкейіп соққылардан іліп кеттім. Жез жұдырық мүлт кетті. Пышақ иығымды тіліп өтті. Ауыр болса да өлімші емес. Бұрылып, жез жұдырық ұстағанның жақ сүйегінен шынтақпен ұрдым. Тістері шашылып қалды. Екіншісін пышақ ұстаған қолынан қапсыра ұстап, ауырту әдісін жасадым. Қолы қайырылып, пышақ жерге түсті. Қарнынан тісеммен нұқып жібердім. Ол бүктеліп қалды. Оны қабырғаға қарай итеріп жібердім. Ол тайтып тұрмады. Төртеуі де жерде жатыр. Мен ауыр тыныстап тұрмын. Иығымнан аққан қан қолыммен төмен сырғып барады. Бойымдағы күш тасып, қолдарым дірілдеп кетті. Олардың бірі оянып кетсе деп, жердегі пышақты алып алдым. Берік жүгіріп кірді. Болған жағдайды көріп, жүзі аппақ болып кетті. Оның артынан Ерсайын мен оның 3 адамы кірді. Олар жердегі төртеуіне, сосын маған жалаңаш, қан жоса болған, қолында пышағы бар қызға қарап сілейіп тұрып қалды. Ерсайын баяу жақындап, иығымдағы жарақатқа қарады да, терең дауыспен: "Қатты ма?" деді. Мен басымды шайқап: "Жай ғана сызат" дедім. Ол басын изеді. "Жарайсың қалқам." Қарусыз күйде төртеуін сұлату — бұл жай ғана қорғаныс емес, бұл нағыз шеберлік. Ол төртеуіне бұрылды. Оларды Ерсайынның адамдары тұрғызып қойыпты. Біреуі ес-түссіз, екіншісі сынған мұрнын ұстап отыр. Үшіншісі қаны мен тісін түкіріп әлек. Төртіншісі қолын құшақтап алған. Ерсайын қатал үнмен сұрады: "Кім тапсырыс берді? Қазір айтыңдар, әйтпесе жаман болады." Олар үндемеді. Ерсайын темекісін шығарып тұтатты да, жанып тұрған темекіні басшысының бетіне жақындатты. Бұл қастандықтың артында кім тұруы мүмкін? Және Айбаша енді өзін қалай қорғау керек деп ойлайсыз? Ол селк ете қалды. Ерсайын сұрағын қайталап қойды. Анау қалтырап дірілдеп: "Сарсай." Екінші жатақтың төресі Сарсай тапсырыс берді. "Төртеуімізге 2 қорап темекі берем" деді, деп шынын айтты. Ерсайын темекісін қабырғаға басып сөндірді де, өз адамдарына: "Мына төртеуін оқшау жазалау бөлмесіне апарыңдар. Тәртіп сақшылары өздері шешсін. Ал Сарсайды менің жатағыма алып келіңдер. Бүгін кешкісін оны жазалаймыз" деді. Мені емханаға алып келді. Бақытжан есімді қарт дәрігер жарамды таңды. "Жолың болды қарағым. Егер тағы 1 сантиметр тереңірек кіргенде, күре тамырынды қиып кетер еді. Қансырап өліп кетер едің" деді ол. Ол жарамды тігіп таңыш қойды. Ауысынуды басатын дәрі берді. Мен одан: "Сіз мені неге қарағым деп атайсыз? Басқалардың бәрі ерсі сөздер айтады ғой" деп сұрадым. Ол жымиып: "Өйткені мен сенің болмысыңды танып тұрмын. Кезінде әскери дәрігер болдым. Талай жас сарбаздарды көрдім. Сен соларды еске түсіресің. Жас болсан да, жанарымда кәнігі жауынгердің оты бар" деп жауап берді. Кешкісін жатақта үлкен жиын болды. Сарсайда келді. Ерсайын үстел басында отыр, айналасына аймақтың барлық беделді адамдары тұр. Сарсай ақталуға тырысып: "Бұл мен емес, маған жала жауып тұр. Мен ештеңе білмеймін" деп жалтарды. Ерсайын үнсіз тыңдап отырды да: "Сарсай, сен мені ақмақ көріп тұрсың ба? Өз адамдарын бәрін мойындады. 2 қорап темекі үшін қыздың көзін жоймақ болдың ба? Бұл нағыз арамзаның ісі. Мен оны қорғауыма алдым деп жарияладым. Ал сен менің сөзімді аяққа таптадың" деді. Сарсай кенет ашуланып айғайға басты: "Осы бір қатын үшін неге бәрім сонша әлексіңдер? Ол жай ғана әйел заты. Оның орны төрде емес, еркектердің астында. Ерсайын, сен қартайып миын ашып кеттен бе? Бұрын мұндайға жол бермейтін едім." Ерсайын орнынан тұрып үстелді айналып өтті де, Сарсайдың қасына келіп, дәл көздеп бір соққы берді. Сарсай сулап түсті. Ерсайын еңкейіп ақырын ғана: "Саған 2 рет ескерту жасап тұрмын. 3-шісі болмайды. Сен жазылмаған заңды бұздың. Қорғаудағы жанға қастандық жасадың. Біздің тәртіп бойынша мұндай адамның бара жолы біреу ақ: төменге. Түрмеде арымнан айырылып, арамза атану өлімнен де қорқынышты.
бұл сенің адамдық қасиетінің жойылғаны. Сенімен ешкім сөйлеспейді, бірге тамақ ішпейді, сәлем де бермейді. Сен бәрінің мазағына айналасың. Сен енді ешкім емессің. Сарсайдың өңі бозарып, Ерсайын аға, өтінемін, бұлай істемеші, енді қайталамаймын, деп жалынды. Бірақ Ерсайын басын шайқап, кеш, шешім қабылданды. Ертеңнен бастап сенің дәрежең ең төменгі саты. Ал екінші жатақтың төресі етіп, қара қанатты тағайындаймын, деді. Сарсайды жылаған күйі алып кетті. Ерсайын маған қарап, көрдің бе қалқам, сенің өмірінің құны қандай екенін. Бір төре дәрежесінен айырылды. Төртеуі оқшаулауға кетті. Бәлкім, әлі де қастандықтар болар. Бірақ бүгіннен кейін дәмеленушілер азаят деп ойлаймын, деді. Мен басымды изедім. Менің өмірім үшін басқалар құн төлеп жапқанын түсіндім. Ерсайын өз беделімен, төртеуі жазамен, ал Сарсай өз намысымен төледі. Ал мен немен төлеп жатырмын? Күн сайын ертеңгі күнді көремін бе, жоқ па деген үреймен оянамын. Әр ішкен асында шыны немесе у жоқ па деп тексеремін. Жалғыз жүргенде жалтақтап артыма қараймын. Осылайша алғашқы ай өтті. 3 қастандық, бір адамның дәрежесінен айырылуы, төртеуінің жазалануы. Мен әлі тірімін, бірақ бұл соңы емес екенін білемін. Алда әлі 7 жыл 8 ай бар. Әр күн өмір үшін күрес. Сарсайдың оқиғасынан кейін 2 ай бойы тыныштық орнады. Маған ешкім соқтыққан жоқ. Құрметтегеннен емес, қорыққаннан. Ерсайын сөзге құлақ аспағандардың күні не болатынын көрсетіп берді. Бірақ мен бұл қорқыныштың уақытша екенін білдім. Ерте ме, кеш пе, қорықпайтын немесе Ерсайын дәлелдей алмайтындай қулық жасайтын біреу табылады. Мекемеде кішкентай кітапхана бар еді. Әкімшілік ғимараттағы 200-де ескі кітабы бар бөлме. Тұтқындарға аптасына 1 рет сонда баруға рұқсат берілетін. Мен кітап оқуды өте қатты жақсы көргендіктен емес, жалғыз қалудың жалғыз жолы болғандықтан жазылдым. Кітапханашы болып істейтін көзілдірікті егде әйел артық сұрақ қоймайтын, жай ғана кітапты беретінде, өз еркіме қалдыратын. Мен әр бейсенбі сайын сонда барып, қолыма түскенді көбіне қазақ әдебиетінің классикасын алатынмын. Абайды, Мұхтар Әуезовті, Ильяс Жансүгіровті оқыдым. Оқып отырып, сырттағы өмір, қарындасым мен анам туралы ойлайтынмын. Менсіз олардың күні не болып жатыр екен? Хат хабар сирек келетін. Анам 1 рет қана хат жазып, шұғыланым сабақты жақсы оқып жүргенін, өздерінің аман сау екенін айтыпты. Басқа ештеңе жоқ. Оларға да оңай емес екенін түсінемін. Әулет үшін бұл үлкен масқара. Қызы адам өлтіруші атанды. Мейлі ол ісі әділетті болса да. Бір бейсенбі күні кітапханада терезе алдында Әуезовтың қалың томын ұстап отырдым. Оқып отырғаным жоқ. Тек парақтарына қарап ойға шомып кетіппін. Тенет. Абай жолы түрме кітапханасы үшін өте ауқымды таңдау екен, деген дауысты естідім. Жалт қарадым. Кітап сөресінің қасында жасы 50-лердегі ұзын бойлы, арықша келген, шашына ақ кірген ер адам тұр екен. Жүзінен білімді екені көрінеді. Жанары өте өткір. Ондай көзқарас көпті көрген, көкірегі ояу адамдарда ғана болады. Мен оған жай ғана қысқа қайырдым. Ол жымиып жаныма жақындады. Менің есімім Мұхтар. Бірақ мұндағылар мені мұғалім деп атайды. 2 мәрте өмірлік жаза кесілген. Мемлекетке опасыздық жасады деп айыпталғанмын. Мен туралы естіген боларсың? Естігем. Мұғалім туралы мұнда бәрі сыбырлап сөйлейтін. Ол осы мекеннің аңызы. Бұрынғы барлау қызметінің майоры, кәнігі маман. Шетелдіктерге аса құпия құжаттарды берді деп айыпталған екен. Сотта ақталмаған. Өзін өте ұрыстаған және ең ауыр жазаны алған. 2 мәрте өмірлік жаза. Оның осы жерде өлетінін білдіреді. Дегенмен, оны тіпті Ерсайыннан да артық сыйлайтын. Өйткені мұғалім тек беделді немесе мықты емес. Ол өте ақылды еді. Ал түрмеде ақыл ең үлкен билік. Ол қарсы алдыма отырып, менің таңылған қолыма қарады. Қастандық туралы естідім. 4-еуін сұлатыпсың. Әсерлі. Бірақ бұл мәселенің түпкілікті шешім емес. Соны түсінесің бе? Мен басымды изедім. Ол сөзін жалғастырды.
Түрмеде аман қалудың екі жолы бар. Біріншісі физикалық күш. Сен мықтысың, жаппыққансың, төбелесе аласың. Бұл жақсы, бірақ жеткіліксіз. Төртеуіне қарсы тұрдым, бірақ 10 адам жабылса шыдамайсың. Ал 20 адамға тіпті шаман келмейді. Ерте ме, кеш пе топтасып келетіндер табылады. Онда не істейсің? Мен: ал екінші жолы қандай, деп сұрадым. Ол жымиды. Интеллектуалдық жол. Сен бүгін қалай тірі қаламын деп емес, ертең маған ешкім тиіспейтіндей не істеу керек деп ойлануың қажет. Қорқыныштан немесе сыйластықтан емес. Саған тиісу олар үшін тиімсіз болғандықтан тиіспеу керек. Айырмашылығын түсіндің бе? Жоқ, онша емес, деп шынымды айттым. Мұғалім орнынан тұрып терезеге жақындады. Терезеден аула, серуендеп жүрген тұтқындар мен автоматтары бар қарауылдар көрінеді. Ол солай қарап тұрып сөйледі. Түрме кішігірім мемлекет. Онда үкімет бар, ол әкімшілік. Заңдар бар, ол ішкі тәртіп. Халық бар, ол тұтқындар. Және көлеңкелі билік бар, ол төрелер, авторитеттер. Сен қазір көлеңкелі биліктің қорғауындасың, бірақ ол билік тұрақсыз. Ерсайын қартайды, жасы 63-те. Ол тағы қанша шыдайды? 1 жыл ма, әлде 2 жыл ма? Ол кеттен соң сені кім қорғайды? Мен ойланып қалдым. Бұрын бұл туралы бас қатырмаппын. Ерсайын мәңгілік сияқты көрінген еді. Бірақ мұғалімнің сөзінің жаны бар. Адам мәңгі емес, әсіресе түрмеде. Мұғалім маған бұрылып: мен саған келісім ұсынамын. Мен сені ақылмен аман қалуға үйретемін. Адамдарды тануды, олардың іс-әрекетін алдын ала болжауды, жағдайды өз пайдаңа шешуді үйретемін. Жауларыңды қалай серттеске айналдыруға болатынын, қауіп-қатерді қалай мүмкіндікке айналдыру керектігін көрсетемін. Ол үшін сен менің айтқанымды істейсің. Әрдайым емес, барлық жерде емес. Бірақ маған сенің көмегің қажет болғанда сен көмектесесің. Келсесің бе? Мен: бұл сізге не үшін керек? Сізде 2 өмірлік жаза бар. Сіз мұнда мәңгіге қалдыңыз. Менің тағдырым сізге неге маңызды? Деп сұрадым. Ол мұңды жымиды. Дәл осы жерде мәңгіге қалғандықтан маған бәрібір емес. Мен өмірімнің соңына дейін осы қабырғалардың ішінде боламын. Оны қызықты өткізгім келеді. Ал сен? Сен қызықты жобасың. Еркектер аймағындағы барлық болжамдарға қарсы тұрып тірі қалған қыз. Қаншалықты алысқа баратынды көргім келеді. Оның үстіне маған ақылды, мықты, болжап болмайтын серіктес керек. Сен соған лайықсың. 1 минуттай ойланып, қолымды ұсындым. Келістік. Ол қолымды ерге нық қысты. Ендеше негізгі сабақтан бастайық. Бірінші дәріс. Түрме бұл театр. Ондағылардың бәрі рөл ойнайды. Сенің қазіргі рөлің жауынгер қыз. Қатерлі, болжап болмайтын, төрелердің қорғауындағы қыз. Жақсы рөл, бірақ мүмкіндігі шектеулі. Репертуарынды кеңейту керек. Сенен тек мықты болғаным үшін емес, ақылды болғаным үшін де сескенуі керек. Түсіндің бе? Мен басымды изедім, мән-жайды ұға бастадым. Мұғалім сөзін жалғастырды. Алдағы 3 айда біз осы жерде әр бейсенбі сайын кездесеміз. Мен саған психологияны, стратегия мен тактиканы үйретемін. Барлау істері туралы, адам тану, көпшілікті басқару, әлсіздікті қалай күшке айналдыру керектігін айтамын. Ал сен оқып, іс жүзінде қолданасың. Нәтижесін көре жатармыз. Осылайша менің нағыз тәлім алуым басталды. Бісміллә деп жаңа парақты аштым. Әр бейсенбі сайын біз кітапханада отыратынбыз. Мұғалім маған дәріс беретін, мен тыңдайтынмын. Ол маған тек беткі қабаттағын емес, оның астында не жатқанын көруді үйретті. Адамдардың ниетін, қорқынышы мен қалауын түсінуді, соны өз пайдаңа қолдануды баулды. Алғашқы нәтиже 1 айдан соң көрінді. Мәулен Дәу есімді бір тұтқынмен туралы. Ол Ерсайынның қолшоқпары. Ерсайын оны өз істері үшін пайдаланады, деген өсек тарата бастады. Бұрын болса барып жағын айырар едім. Бірақ мұғалім басқаша үйретті.
Мен де оған қарсы өсек шығардым. Мәулен өзі әкімшілікке тымшылық жасап жүр, дедім де, оңай тексерілетін бірнеше деректі кездейсоқ жұрттың көзіне түсірдім. Бір аптадан соң Мәулен оқшаулау бөлмесіне қамалды, ал бүкіл жатақ одан теріс айналды. Екінші нәтиже 2 айдан соң білінді. Бір топ жас тұтқындар маған қастандық жасамақ болды. Мен мұны алдын ала білдім. Мұғалім маған адамдардың көзінен, қимылынан, қалай топтасатынынан бәрін оқуды үйреткен еді. Мен күтіп отырмадым. Басшысына барып, онымен оңаша сөйлестім де мәміле ұсындым. Ол қастандықтан бас тартты. Есесіне мен оның басқа жатақпен арадағы мәселесін шешуге көмектестім. Қастандық болған жоқ. Үшінші нәтиже 3 айдан соң келді. Мен бұл аймақтың қалай жұмыс істейтінін түсіндім. Күш бұл бұлшықет емес. Күш бұл ақпарат. Кімнің не жоспарлап жүргенін, кімнің кіммен араздасқанын, кімнің кімге қарыз екенін білу және осы білімді пайдалану. Мен ақпарат жинай бастадым. Әңгімелерге құлақ түрдім. Бөлшектерді жаттап сараптадым. Мұғалім бірде: "Сен енді құрбан емессің, Айбарша. Сен ойыншысың. Бұл бәрін өзгертеді", деді. Енді адамдар саған соқтықпас бұрын 2 рет ойланатын болды. Өйткені сенен не күтерін білмейді. Ал белгісіздік ең үлкен қорқыныш. Мен кітапхана терезесінен аулаға, тұтқындар мен мұнарадағы қарауылдарға қарап тұрып, 4 ай ішінде алғаш рет жағдайды өз бақылауында ұстап тұрғанымды сезіндім. Жағдай мен емес, мен жағдайды басқарып тұрмын. Мұғалім маған бұрын соңды болмаған қару, білім берді. Ал түрмеде білім бұл билік. Бүлік кенеттен басталды. Дегенмен аңдап қараған адамға оның белгілері баяғыда-ақ байқалған еді. Әкімшілік тұтқындарды барынша қыса бастады. Қарауылдар кішігірім қателік үшін аяусыз ұрып соғатын болды. Ас нашарлады. Жұмыс күні ұзарды, талап қатайды. Майор Асқар тепе-теңдікті сақтауға тырысқанымен, оның қол астындағылары білгенін істеді. Әсіресе аға лейтенант Қахар деген нағыз залым еді. Тігін шеберханасындағы оқиға соңғы нүкте болды. Ұрлық үшін түскен Сәмен есімді жас жігіт жұмыс мөлшерін орындамапты. Қахар 2 қарауылмен оны қосалқы бөлмеге алып кетті. 1 сағаттан соң оны зембілмен алып шықты. Бүш қабырғасын сындырып, көк бауырын езіп тастапты. Сәмен емханада 3 күн өлім мен өмір арасында арпалысып, 4-ші күні көз жұмды. Аймақ қайнап кетті. Тұтқындар жұмыс істеуден бас тартып, кінәлілердің жазалануын, жағдайдың жақсаруын талап етті. Әкімшілік бұған қатал жауап берді. Арнайы жасақты алдыртып, сойылмен ұрып соғып, бірнешеуін оқшаулауға тастады. Қорқытамыз деп ойлады, бірақ қателесті. Кешкісін жатақтарда бүлік басталды. Тұтқындар сөрелерді қиратып, төсек орындарын өртеді, талаптарын айтып айғайлады. Қахар арнайы жасақпен 1-ші жатаққа басып кірді. Төбербелес басталды. 15 жасақшыға қарсы 40 тұтқын. Тұтқындар санымен басым түсті. Оларды аяқпен де, орындықпен де, қолға түскен затпен де ұрды. 2 жасақшы ауыр жарақат алды. Арнайы жасақ шебінуге мәжбүр болды. Тұтқындар өндірістік ғимаратты басып алып бекініп алды. Бұл жағдайда Айбарша не істеу керек? Ол бүліктің бел ортасында қала ма? Әлде мұғалімнің үйреткен айласын қолданып, өз қауіпсіздігін ойлай ма? Талаптар өте қарапайым. Сәменнің өлімі зерттелсін, Қахар жазалансын, жағдай жақсартылып, ұрып соғу тоқтатылсын. Бірақ әкімшілік бұл талаптарды қабылдамады. Сонымен шабуыл басталды. Мен бұл кезде жатақта болдым. Ерсайын бәрімізді жинап, жағдайды түсіндірді. Ол бүкіл аймақтың бүлік шығарып жатқанын, арнайы жасақтың шабуылға дайындалып жатқанын айтты. Қан төгіледі, көп қан төгіледі, деді Ерсайын. Егер олар басып кірсе, біз төтеп бере алмаймыз. Бәрімізді қырып салады, немесе мүгедек қылады. Бір шешім керек. Бұрышта отырған мұғалім үнсіз темекісін тартып отырды да. Бір ғана жол бар. 2 жақта сенетін делдал керек, деді. Ерсайын мысқылдап. Кім? Әкімшілік бізге сенбейді. Біз оларға сенбейміз. Қандай делдал, деді. Мұғалім маған қарады. Айбарша, бәрі маған жалт қарады. Ерсайын басын шайқап. Алжыдың ба, мұғалім? Ол небәрі 19 жастағы қыз. Аймақта жүргеніне 4 ай ғана болды.
Одан қандай делдал шығады, деді. Мұғалім сабырмен жауап берді. Дәл солай болғаны үшін де, ол төрелер жүйесінің бір бөлігі емес. Демек, әкімшілік онымен сөйлесе алады. Ол тұтқын, демек, өзгелер де оған сенеді. Ол өзінің мықты әрі әділ екенін дәлелдеді. Бәрі оны сыйлайды. Оның үстіне ол әйел заты. Ал арнайы жасақ әйелмен соғыспайды. Беделіне нұқсан келеді. Ерсайын ойланып қалды. Сосын менен сұрады. Өзің не ойлайсың? Барасың ба? Мен мұғалімге қарадым. Ол басын изеді. Орнынан тұрып, барамын, иншалла, дедім. Ерсайын күлімсіреп. Батылсың ба, әлде тәуекелшісің бе? Көрейік. Жүр, деді. Біз үшеуміз, Ерсайын, мұғалім және мен, өндірістік ғимаратқа бет алдық. Қарсы алдымыздан арнайы жасақ шықты. Бронежилет киген, қалқан мен сойыл ұстаған 40 шақты адам. Алда келе жатқан жасақ басшысы подполковник Алпамыс бізді көріп, тоқта, деп бұйырды. Біз тоқтадық. Подполковник ілгері шығып, сендерге не керек, деп ақырды. Ерсайын. Бейбіт шешім ұсынғымыз келеді, деді. Алпамыс қарқылдап күліп жіберді. Бейбіт? Сендер менің 2 адамымды мүгедек қылдыңдар. Қандай бейбітшілік? Қазір бәрінді тізіп қойып, сазайларынды береміз. Ерсайын басын шайқады. Бер алмайсыңдар. Әр жатақта 40 адамнан бар. Сендер бүкіл аймаққа не бәрі 40 адамсыңдар. Егер шабуыл жасасаңдар, 2 жақтан да құрбан болады. Бізге, ол сөзін аяқтамай тұрып, мен алға шықтым. Мырза подполковник, рұқсат болса, мен олармен сөйлесіп көрейін, дедім. Ол маған таңырқап қарап, сен кімсің, деді. Айбашамын, тұтқынмын. 107 баппен 8 жылға сотталғанмын, дедім. Ол көзін сығырайтып. Әлгі еркектер аймағына жіберілген қыз сен бе, деді. Мен басымды изедім. Ол біраз ойланып. Көр. Бірақ ештеңе шықпаса, шабуыл жасаймыз. Оған бәрім жауап бересіңдер, деді. Мен өндірістік ғимаратқа қарай жалғыз, қарусыз, қорғаныссыз бет алдым. Арнайы жасақ та, Ерсайын мен мұғалім де артынан қарап қалды. Бекініске жақындап. Мен 1-ші жатақтан келген Айбашамын. Сөйлескім келеді, деп айғайладым. 1 минуттық тыныштықтан соң бекіністің бір шеті ашылды. Тұтқындардың бірі Мәулен көрінді. Не айтпақсың, деді ол. Ешкімнің өлгенін қаламаймын. Не сендердің, не сарбаздардың. Келсейт, дедім. Мені ішке кіргізді. Іште 40 шақты адам бар екен. Бәрінің жүйкесі жұқарған, ашулы әрі қорыққан. Ортаға шығып. Тыңдаңдар. Арнайы жасақ 10 минуттан соң шабуыл жасайды. Егер кірсе 40 болады. Сендер де, олар да жараланасыңдар. Біреулер өледі. Не үшін? Ол залым қаһар үшін бе? Ол үшін өлуге тұра ма, дедім. Сонда не ұсынасың, деп біреу айғайлады. Мен майор Асқарға барамын. Талаптарында айтып, кінәлілердің жазалануын талап етемін. Егер ол келсе, ғимаратты босатасыңдар. Келіспесе, онда соғысасыңдар. Бірақ тым болмаса талпынып көрейік, дедім. Олар 5-10 минут кеңесті. Ақыры басшысы Батыр, жарайды, көрейік. Бірақ бізді алдасаң, сені 1-ші тауып аламыз, деді. Алла куә, алдамаймын, дедім. Мен сыртқа шығып, арнайы жасаққа бет алдым. Подполковник, не болды, деп сұрады. Маған шұғыл түрде майор Асқармен сөйлесу керек, дедім, мақтауыспен. Алпамыс байланыс құралы арқылы хабарласты. 5 минуттан соң Асқар келіп жетті. Көліктен түсе сала мені көріп қабағын түйді. Айбаша, мұнда не болып жатыр? Мен қысқада нұсқа тұтқындардың талабын, қазіргі жағдайды және шабуыл болса немен аяқталатынын жеткіздім. Асқар тыңдап тұрып, олардың сұрап тұрғаны мүмкін емес нәрсе. Қаһар менің қол астындағы қызметтерім. Мен оны жайдан жай жазалай алмаймын. Дәлелдер керек, тергеу керек, уақыт керек, деді. Мен оған, ендеше соны уәде етіңіз. Тергеу жүргізуге, кінәлілерді табуға, жағдайды жақсартуға уәде беріңіз. Тым болмаса солай деңіз, дедім. Асқар ұзақ ойланды да басын изеді. Жақсы, уәде берем. Тергеу болады. Егер қаһар кінәлі болса, жазасын алады.
Тұрмыс жағдайын қолымыздан келгенше жақсартамыз. Бірақ олар ғимаратты дәл қазір босатсын. Және бұдан былай ешқандай бүлік болмасын, әйтпесе бәрін оқшаулаймын. Мен бүлікшілерге оралып, майордың сөзін жеткіздім. Олар тағы да өзара кеңесті. Ақыры Батыр, жарайды сендік. Бірақ егер алдайтын болса, келесі бүлік бұдан да сорақы болады, деді. Олар бекіністерді бұзып, қолдарын көтеріп сыртқа шықты. Арнайы жасақ оларды бақылауға алды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Асқар қасыма келіп, рахмет Айбаша, сен үлкен қантөгістің алдын алдым. Бұл нағыз батырлық, деді. Мен тек адамдардың өлмегенін қаладым деп жауап бердім. Ол сөзінде тұратынын, қаһарды жазалап, жағдайды түзейтінін айтты. Кешкісін жатақта Ерсайын маған басқаша көзқараспен қарап: "Қалқам, сен тек жауынгер емес, сен мәмілегер екенсің. Бүгін ешкімнің қолынан келмеген істі жасадың. Бүлікті қан төкпей тоқтаттың. Бұл бүкіл аймақтың құрметіне лайық іс", деді. Сол күннен бастап менің аймақтағы орным өзгерді. Мен енді тек Ерсайынның қорғауындағы қыз емес, аймақты қырғыннан аман алып қалған жан болдым. Мені қорқыныштан емес, ризашылықтан сыйлай бастады. Бұл нағыз билік еді. Түрмедегі құрмет қызық нәрсе. Ол саған қорған болады, бірақ сонымен бірге сені нысанаға айналдырады. Неғұрлым жоғары көтерілген сайын, сені төменге сүйрегісі келетіндер де көбейеді. Бүліктен соң мені бүкіл аймақ таныды. Бірақ бұл бедел кейбіреулердің өңешіне сүйек болып қадалды. Бұқа есімді тұтқын бүліктен 2 апта өткенде келді. Ол Ақмерт орталық түрмесінен ауысып келген екен. Ерекше қауіпті қылмыскер. Кісі өлтіру, қарақшылық, қызметкерге тап беру барлығын қосқанда 30 жыл арқалаған. Ол 35-те болса да, түрі 50-дегі адамдай көрінетін. Жүзі шырамнан көрінбейді. Мойны жуан ағаштай, қолдары шоқпардай. Жанары бос, өлі. Жай ғана қолынан келгендіктен адам өлтіре беретін жан. Оны 3-ші жатаққа орналастырды. 1-ші күні ол өзін тексермек болған 2 адамды естен тандыра ұрды. Ерсайын оны әңгімеге шақырды. Бұқа оны 1 минут тыңдап тұрды да: "Шал, сенің қағидаларың маған көк тиын. Онда да мен бастықпын. Кім қарсы болса шықсын", деді. Ерсайын оны жазалай алар еді. Бірақ бұқа заңмен жүретін ұры емес. Ол нағыз хайуан еді. Ол үшін тек қара күш қана заң. Сондықтан Ерсайын: "Жарайды, білгеніңді істе. Бірақ мәселе шығарсаң, менен көресің", деді. Бұқа алғашқы аптада аймақты бақылап, кімнің кім екенін зерттеді. 2-ші аптада мен туралы 4-еуін сылатқан, бүлікті тоқтатқан, бүкіл төрелердің қорғауындағы қыз туралы естіді. Естіп, мені сынап көрмек болды. Кешкісін жұмыстан жалғыз қайтып келе жатқанмын. Ерсайын біреумен бірге жүр десе де, мен өз бетімен жүруге дағдыланған едім. Кенет алдынан Бұқа шықты. Жолды бөгеп маған қарап тұр. Мен тоқтап не керектігін сұрадым. "Сен туралы естідім. Бәрін тізіп қоятын қыз екенсің. Қандай екеніңді көрейін", дедім. Деді ол мысқылдап. "Көрдің бе? Енді жолымды босат", дедім. "Жоқ, онда кім бастық екен түсінуің керек. Ол үшін саған жақсылап сабақ беру керек", деді ол мұздай суық үнмен. Сөзбен құтыла алмайтынымды түсіндім. Күрес тұрсына тұрдым. Ол мұны көріп қарқылдап күлді. "Әлі төбелеспексің бе? Қане көрейік". Ол маған қарай асықпай, нық басып келе жатыр. Мен күттім. Мұхтар, мұғалім үйреткен: "Мықты қарсыласқа ешқашан бірінші тап берме. Оның шабуылын күт, оны шашап, оның өз күшін өзіне қарсы қолдан". Мұқа сілтеп қалды. Соққысы шоқпардай. Мен шетке тайып кеттім. Оның жұдырығы ауаны қармады. Сол сәтте қабырғасынан соқтым. Тасқа соққандай болдым. Тіпті селт етпеді. Ол бұрылып 2-ші жақтан ұрды. Тағы да жалтарып тізесінен тептім. Сауытты соққандай әсер етті. Оған әдеттегі әдістер жүрмейтінін түсіндім. Ол тым үлкен, тым ауыр. Оны құлату керек. Тепе-теңдігінен айыру қажет. Бірақ қалай? Ол тау сияқты. Біз айналып жүрміз. Ол шабуылдайды. Мен шегінемін. Ол баяу, бірақ өте мықты. Оның кез келген соққысы мені мерт етуі мүмкін. Мен жылдамын, бірақ салмағым жеңіл.
Менің соққыларым ол үшін маса шаққандай ғана. Стратегия белгілі болды. Оны қажытып, қателік жасауын күту. Біз 5 минут бойы арпалыстық. Ол шашай бастады, тынысы жиіледі. Мен де шашадым, бірақ шыдамдылық таныттым. Мұхтар айтқан. Төзімділік күшті жеңеді. Барлық жаттығуларымды, боз кілемдегі айқастарымды есіме түсіріп, бүкіл күшімді жинадым. Бұқа маған қарай бар салмағымен лап қойды. Мені таптап өтпек. Мен соңғы сәтке дейін күттім де, еңкейіп аяғымды тостым. Ол сүрініп, алға қарай ұшып кетті. Асфальтқа гүрс етіп құлады, бірақ тез тұрмақ болды. Сол секундты пайдаландым. Арқасына секіріп шықтында, мойнынан қапсыра ұстап, буындыра бастадым. Ол мені сілкіп тастағысы келді, айналды, жерге ұрды. Бірақ мен босатпадым. Тұншықтыратын әдісті өлгенше жібермеуің керек. Мұхтар үйреткен. Егер буындыру әдісіне салсаң, босатпа. Ол есінен таңғанша ұста. Бұқақа тағы 30 секундтай жұлқынды. Кейін күші таусылып, тізерлеп құлады. Мен әлі де ұстап тұрмын. Тағы 10 секунд. Ол бүйіріне қарай сұлап түсті. Есінен танып қалды. Содан кейін ғана жібердім. Сәл әріге барып, ауыр тыныстап жерде жаттым. Бүкіл денем сыздап, қолдарым дірілдеп кетті. Айбарша осы жеңістен кейін аймақтағы өз орнын қалай бекемдейді деп ойлайсыз? Бұқаның жақтастары кек алуы мүмкін бе? Оған қарап тұрмын. Ол ес-түссіз жатыр. Жеңіс. Мен Бұқаны жеңдім. Айналаға 30 шақты адам жиналып қалыпты. Бәрі үнсіз қарап тұр. Содан кейін біреуі қол шапалақтай бастады. Тағы біреуі қосылды. Сосын бәрі де демеп кетті. Түрмедегі қол шапалақтау өте сирек кездесетін құбылыс. Бұқа 1 минуттан соң есін жинады. Отырып маған ұзақ қарады. Сосын баяу басын изеп. Лайықты жеңіс. Сен мықтысың. Мен мойындаймын деді. Орнынан тұрып қолын ұсынды. Мен оның қолын қыстым. Ол мысқылдап. Қарындасым, соңғы 10 жылда мені жер жастандырған алғашқы адам сен болдың. Құрметім шексіз деді. Кешкісін жатақта ерсайын маған мақтанышпен қарап тұрғандай көрінді. Айбарша, сен бүгін мүмкін емес нәрсені жасадың. Бұқаны құлаттым. Демек енді бұл аймақта саған ешкім соқтықпайды. Өйткені Бұқаны жеңген адам кез келгенін жайрата алады деді ол. Кейінірек Мұхтар, мұғалім, жаныма келіп ақырым ғана, есіңде ме? Мен саған бедел керек дегенмін. Міне, енді ол сенде бар. Сен енді жай ғана қорғаудағы қыз емессің. Сен осы аймақтың аңызысың. Барлығына қарсы тұрып, аман қалған жансың. Осыны пайдалан деді. Мен сөреме жатып, болған жағдайды ойладым. Аймақта өткізген жарты жыл ішінде мен дәрменсіз құрбаннан үлкен күшке айналдым. Менен қорқады. Мені сыйлайды. Менің сөзіме құлақ асады. Бірақ бұл құрметтің құны қандай? Мен осыдан жарты жыл бұрын қақпадан кірген, қорыққан, сасқалақтаған, жалғызсыраған 19 жасар Айбашаны еске алдым. Енді қазіргі өзіме қараймын. Қатал, мықты, фықты. Мен өзгердім. Түрме мені өзгертті. Жақсы жағына ма, жоқ па білмеймін. Бірақ анық өзгерткені белгілі. Алда әлі 7 жыл 2 ай бар. Бірақ енді мен тірі қалатынымды білемін. Өйткені мен енді кіреберіс алдында қарындасы қорғаған әлгі бейкүнә қыз емеспін. Мен жауынгермін. Мен стратегпін. Мен аймақ аңызымын. Бұл тек бастамасы ғана. 1 жыл өтті. 7-ші түзеу мекемесінің қақпасынан кіргеніме тура 1 жыл болды. 1988 жыл басталды. Мен кітапханада отырып, осы өткен жыл туралы, не өзгергені, кім болғаным туралы ойлап отырдым. Мұхтар қарсы алдында отырып, бір кітапты оқып жатты. Сосын оны жауып, маған қарап, не ойлап отырсың деп сұрады. Мені мұнда жібергенде, айыптаушы тараптағылар бұл мен үшін үлкен жаза болады. Мен мұнда сынып, жоқ болып кетемін деп ойлаған еді дедім. Мұхтар жымиып, ал сен жоқ болып кеттің бе деді. Мен басымды шайқадым. Жоқ, мен олар күтпеген мүлдем басқа жанға айналдым. Ол басын изеді. Дәл солай. Сен жүйенің құрбаны емес, оның бөлшегіне айналдың.
Оның үстіне сен жүйені өзгерттің. Осыдан 1 жыл бұрынғы аймақ пен қазіргі аймақты салыстырып көрші. Мен есіме түсірдім. 1 жыл бұрын бұл жер жабайы еді. Тек күштінің заңы жүретін, зорлық-зомбылық пен бассыздық билеген. Әлсіздерді басып, жаңадан келгендерді сындыратын. Әр күн өмір үшін күрес болатын. Ал қазір ше? Қазір аймақта әділ ережелер бар. Бұл бүліктен кейін басталды. Майор Асқар уәдесінде тұрды. Қаһарды жазалап, басқа жаққа ауыстырды. Әділ тергеу жүргізді. Жағдайды жақсартты. Тамақ дұрысталды. Жұмыс күні қысқарды. Емхана тиісті құралдармен жабдықталды. Ең бастысы, ұрып-соғу тоқтады. Бірақ тек бұл ғана емес, тұтқындардың өздері де өзгерді. Ерсайын бүліктен соң барлық төрелерді жинап, жаңа тәртіп жариялады. Енді ешқандай озбырлыққа жол жоқ. Кез келген дау-дамай жиын арқылы шешіледі. Кез келген жаза тек іс бойынша беріледі. Тек қана күш көрсету үшін күш қолдану тыйылды. Қағидалар қатайғанымен әділетті бола бастады. Мен де осы өзгерістердің бір бөлігі болдым. Маған құлақ асатын, менен ақыл сұрауға келетіндер көбейді. Дау туғанда төрелік айтуды өтінетін болды. Мен бейне бір бітімгер төреш сияқты болдым. Не ұрылар жақ емес, не әкімшілік емес. Жай ғана екі жақта сенетін адам. Бұл өте қызық жағдай еді. Еркектер түрмесіндегі 19-20 жасар бой жеткен төреші, кеңесші, делдал. Мұхтар айтқандай, сен өзіне ерекше орын жасап алдың. Сен сатылы жүйенің ішінде емессің, сен оның үстіндесің. Бірақ мұны жек көретіндер де табылды. Ерасыл есімді жас, өшіл жігіт 4-ші жатақтан шығып, менің беделіме қарсы келді. Ол мені билікті тартып алды. Әйелдің орны еркектердің арасы емес, ол өз орнын білуі керек деп есептеді. Ол басқаларды маған қарсы айдап салуға тырысты. Бірақ нәтиже шықпады. Өйткені менің не істегенімді, бүлікті қалай тоқтатқанымды, талай дауды қалай әділ шешкенімді көргендер тым көп еді. Ақыры Ерасыл мені жекпе-жекке шақырды. Ол егер мені жұрттың алдында қорласа, бәрі менен теріс айналады деп ойлады. Біз алаңдай қастық. Бүкіл аймақ қарап тұрды. Ол жас, мықты, өзіне сенімді болғанымен менің тәжірибем басым еді. Мұхтармен 1,5 жылдық жаттығу, жүздеген қақтығыс, дене құрылысын білу және стратегиялық ойлау менің жеңісіме кепіл болды. Мен оны 2 минуттың ішінде жерге қараттым. Таза, әдемі, артық қатыгездіксіз. Ол жерде жатып тек төбелесте ғана емес, өз идеясынан да жеңілгенін түсінді. Осыдан кейін ешкім менің орныма күмән келтірген жоқ. Тіпті мені ұнатпайтындардың өзі менің рөлімді мойындады. Аймақ мені жай ғана қыз немесе құрбан ретінде емес, тең дәрежелі тұлға ретінде қабылдады. Ерсайын бірде маған былай деді. Айбаша, сенің не істегеніңді білесің бе? Сен адамның жынысы емес, оның мінезі, ақылы мен әділдігі маңызды екенін дәлелдедім. Сен мұндағы талай еркектен мықтысың. Бұл сенің тек жақсы төбелесетініңнен емес, сенің ойлай білетініңмен, соның арқасында сені жұрт сыйлайды. Майор Асқар да маған деген көзқарасын өзгертті. Бірде ол мені кеңсесіне шақырып, сені мұнда жібергенде бұл үлкен қателік болады деп ойлап едім. Сені тірі қалмайды дедім. Бірақ сен тек аман қалып қоймай, ona мекенді өзгерттің, оны жақсарта түстің. Саған сол үшін алғыс айтамын деді. Мен болсам, мен тек адамдардың азап шекпегенін қаладым дедім. Ол басын изеп, сенің қолыңнан келгені де сондықтан болар деп жауап берді. Мұғалім біздің алғашқы жылымыздың соңғы сөзін айтты. Кітапханада отырып терезеден аулаға қарап тұрдық. Ол, Айбарша, есіңде ме мен саған түрмені театр дегенмін. Сен ешкім күтпеген рөлді ойнадың. Құрбан да, жауынгер де, бүлікші де емессің. Сен ойын ережесін өзгертетін адамның рөлін сомдадың. Бұл ең қуатты рөл деді. Мен, ал ары қарай не болмақ? Алда әлі 7 жыл бар, мен не істеймін деп сұрадым. Ол жымиып, ары қарай сен өмір сүресің. Мына мекенді жақсартуды жалғастырасың. Оқисың, өсесің, бұрынғыдан да мықты боласың. Ал бостандыққа шыққанда рухың сынып емес,
нағыз болаттай шыңдалып шығасың. Сол кезде мына дүниені қалай өзгертетініңді көреміз деді. Мен терезеден сыртқа қарадым. Серуендеп жүрген тұтқындарды, мұнарадағы қарауылдарды, менің қапасым болуы тиіс, бірақ бола алмаған қабырғаларды көрдім. Өйткені мен оған жол бермедім. Мені мұнда ауыстырғанда, әкімшілік бұл менің жазам болады деп ойлады. Олар мені сындырып, қорлап, атымды өшіргісі келді. Бірақ бір нәрсені ескермеді. Мен олардың қолындағы ойыншық емеспін. Мен өз еркі бар адамын. Ал бұл ерік олардың жоспарынан әлде қайда қуатты болып шықты. Иә, бұл жаза болды. Бірақ тек мен үшін емес. Бұл қыз баланы сындыруға болады деп ойлағандардың бәріне берілген жаза. Адамның күшін жынысы анықтайды деп сенгендерге, жүйені жеңу мүмкін емес деп ойлағандарға берілген сабақ болды. Мен керісінше екенін дәлелдедім. Мен тірі қалдым. Мен өзгердім. Мен мына мекенді өзгерттім. Енді келгеніме 1 жыл толғанда мен рухы сынған құрбан емес, аңызға айналған тұлға ретінде тұрмын. Мен кеткеннен кейін де менің есімім мұнда ұзақ уақыт бойы айтылатын болады. Алда әлі 7 жыл бар. Бірақ мен енді қорықпаймын. Өйткені өз болмысымды таптым. Мен Айбашамын. Жасым 19-та. 107 баппен 8 жылға сотталғанмын. Және мен еркектер аймағын тозақтан үйге айналдырған жалғыз қызбын. Бұл менің хикаям еді. Жазаның қалай күшке, әлсіздіктің қалай билікке айналғаны. Бір қыздың бүкіл жүйеде қарсы тұрып, жеңіп шыққаны туралы оқиға. Хикая әлі жалғасады. Өйткені 7 жыл бұл ұзақ уақыт. Алда талай оқиғалар, талай шайқастар мен сынақтар күтіп тұр. Бірақ мен дайынмын. Мен әрқашан дайын болғамын. Нәсіп етсе, бәрін де көреміз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен рахмет.